Және сондай-ақ тағы бір белгісі айякуна унсуху бил халуа. Жеке қалумен ләззаттану дейді. Жеке қалумен ләззаттану. Ва мунажатуху лиллахи та'ала. Аллаға жеке қалып мұнажат етуді жақсы көру. Кітабын оқуды жақсы көру. Түнгі тахаджудты жақсы көру. Сіз біреу жақсы көрсеңіз, мысалы әсіресе жас жігіт бір қызға ғашық болды ма, ол нені жақсы көреді? Сонымен жеке қыдыруды жақсы көреді. Дұрыс па? Әйтеуір жүрсе тұрса да соған жазып, таңертең қайырлы таң, кешке бағана қайырлы түн, стикерлері бар, неше түрлі жіберетін, уақыт болып қалса бірден звондап, қалайсың балапан деп. Мен саған ешқашан измен жетпеймін деп, мен ондай сөзді де білмеймін деп, сөйтіп онымен әйтеуір байланысуды жақсы көреді, сонымен жеке қалуды жақсы көреді, сонымен қыдыруды жақсы көреді, сағаттап телефонмен сөйлесуді жақсы көреді. Сен ғой, жоқ, сен ғой, сен ғой, жоқ, сен ғой деп. Бұның барлығы неден туындап жатыр? Соған деген махаббаттан туындап жатыр. Ал енді Алланы жақсы көрдіңіз бе? Онда Алламен оңаша қалуды жақсы көресіз. Құранда Алла тағала не деді? Аля би зикриллахи татмаиннул қулуб. Алланы зікір етумен жүректер тыныштық табады, жүректер тынышталады. Алла тағаланы жақсы көрген адам Алламен жеке қалып, Алланы зікір еткен кезде содан ләззат алады. Сонымен жүрегі тынышталады. Сол үшін де ол, яғни оның бір ерекше ләззаты болады, содан рахат алады. Сол нәрсені ол жақсы көреді. Өйткені адам не нәрседен ләззат алады, сол нәрсеге ұмтылады, сол нәрсені жақсы көреді, сол нәрсені істегісі келеді.